Сәлем, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 125-ші сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңдер. Бүгінгі тақырып шылау. 26-шы тапсырма мәтінді оқы. Балалар елін бағындыру. Ертеде балалар елі деген бір ел болыпты. Алдарына қойған ешқандай мақсаты жоқ, жұпыны өмір сүріп жатқан көңілсіз ел екен. Сондай күндердің бір күнінде балалар елін бір патшалық бағындырып алады. Ол патшалықтың аты ойын екен. Ойын келісімен-ақ балалар елі бірден көңілденіп сала беріпті. Айнала айқай-шу, дыр-думан, ертеден қара кешке дейін бар баланың білетіні тек қана ойын. Уақыт өте келе балалар елі бірыңғай ойынға салынып, өмірдің басқа жағынан хабарсыз қалуға айналады. Есіл-дертін ойын билеген баланы көріп пе едіңіз? Мұндай бала тіпті тамақ ішу керектігін де ұмытады екен. Ата-аналар әрлі-берлі ақылдасып көмекке еңбек, оқу, өнер, кітап, спортты шақырыпты. Сол-ақ екен, балалар елінің тіршілігі жанданып қоя беріпті. Балаларға көмекке келген яғни бесеудің қайсысы бірінші болуы керек дейді. Мәтіндегі негізгі ойды тұжырымда дейді. Спорт пен өнердің маңызын айтып бер. Мәтіндегі шылауларды тап, бұл шылаулардың қандай өзгешелігі бар дейді. Енді естеріңе сала кетейін, қой, қана, ақ шылаулары өздері қатысты сөздеріне өтініш, шектеу, даралау тағы да басқа мағыналар үстейді. Қой шылаулары өзіне қатысты сөзбен сөйлемдерге баяндауыш болады. Мысалы, көршіге барып келе ғой. Өзі тіркескен сөзден ақ шылауы дефис арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, мұның жөн-ақ. Маме, бабе, папе шылаулары өздері қатысты сөздерге сұраулық мағына үстейді. Мысалы, сен сабақ орындадың ба? Жамалды көріп пе едіңіз? Ендеше сұраққа жауап берейік, яғни бесеудің келу керек, яғни ең маңыздысы бірінші келу керек, ол еңбек немесе оқу. Әркім қайсысын таңдаса да өзі біледі, екеуінің де маңызы өте зор. Ал мәтіндегі негізгі ой балалар елін бағындыру және құтқару болатын. Ал спорттың маңызы спорт денсаулық кепілі деп жатады. Ал өнердің маңызы өнерлі өрге жүзер демекші, өнердің алар маңызы зор. Өнермен адам көкке самғайды. Бұл мәтіндегі шылаулар ақ, дейін, тек, қана, пе, де деген шылаулар бар. Яғни бұлар тіркескен сөздеріне қосымша мағына беріп тұр. Біреуі шектік, біреуі сұраулық мәнді, яғни әртүрлі мағыналар беріп тұр. Келесі тапсырма 27-ші көп нүктенің орнына тиісті шылауларды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ол өз ойын бірден айтқан. Күн ашық, жер көктеді, құстар туған жерге оралды. Шылаулардың астынсыз олардың қандай мағынада жұмсалып тұрғанын айт. Енді қараймыз, сөйлемдердің соны сұрақ белгіге аяқталып тұр, яғни сұрау мәнге өзгертетін шылаулар қолданамыз. Сонда бізде мынандай жауаптар шығады. Ол өз ойын бірден ақ айтқан. Күн ашық па? Жер көктеді ме? Құстар туған жерге оралды ма? Яғни бұл жерде ақ, па, ме, ма деген шылаулар тіркеліп тұр, қосылып. Келесі тапсырма бізде бағанның екі жағындағы сөйлемдерді салыстыр. Сұраулық шылаулардың жазылуы туралы өзің қорытынды жаса. Киіміңе мақтанба. Бір істі бастасаң, аяқсыз тастама. Ешқашан өтірік айтпа, кісіге қарап күлме. Сен мына кітапты оқыдың ба? Сабақ басталды ма? Ол сабағын оқып ба? Ол Айгүлді көрді ме? Бірінші қатарда қарасаңдар, ба, ма, яғни па, ме деген сөздер сөзбен қосылып жазылып тұр, және де ол шектік мәнді, яғни тыйым салу, тағы да басқа сұрақ емес, тыйым салу мақсатында бір сөйлеммен сөзбен қосылып тұр. Ал екінші қатарға мән беретін болсақ, ба, ма, па, пе, ме деген сөздер бөлек жазылып тұр. Яғни ескере келе сұраулық шылаулар өзара қатысты сөзге сұраулық мағына үстеп бөлек жазылады екен. 29-шы жаттығу шылауларды салыстыр, әр қайсысының ерекшелігін анықта дейді. Мен, бен, пен,
да, де, та, те, ма, ме, ба, бе, па, пе үшін туралы дейін қой, қана, ақ. Яғни бұл жерде бұл шылаулар әріптері әртүрлі болғанымен бірдей мағына беріп, бір-бірінің орнына жұмсала береді. Мысалы, күн мен ай, қыз бен жігіт. Яғни мен мен бен сөзі былай қарасаң бір ғана қызметті бір ғана мағынада тұр. Күн бен ай деген сияқты десең де негізінде мағынасы өзгеріп кетпейді. Және кейбір шылаулар жаңағыдай шарт мәнді, шектік мәнді, біреуі сұрау мәнді әртүрлі қызметтер атқарады. Шылаулар тіркесетін сөзіне дауыс үндестігіне қарай алғашқы әріпі өзгере салады. Мысалы, ма, ме деген екеуі бір сөз ғой. Мысалы, былай қарап тұрсаңдар, барады ма, береді ме. Яғни сөздердің жіңішке болмаса жуан айтылуына байланысты, яғни шылаулар бірдей болып жалғанады екен. Енді келесі тапсырма бізде 30 жер су атауларын оларға тән сандармен түйістіру арқылы жұмбақталған сөзді тауып оқы. Тапқан сөзіңді тақырып етіп алып әңгімеле дейді. Енді осы тән сандарды түйістіру арқылы бізде бірінші қатардан бастап оқып шықсақ, яғни болашақ деген сөз шығады екен. Болашақ жайлы кішкене әңгімелеп жіберейік. Болашақ бұл біздің ертеңіміз. Болашақ жарқын болу үшін бүгінгі ұрпақ білімді болу керек. Болашағымыздың керемет болуы өзімізге байланысты. Сол үшін әрдайым ақылмен, еңбекпен әрекет етейік. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар.